Екінші бөлім жәннатпен сүйіншіленген 10 сахаба, әшаратту мубашшара. Мына 10 кісі жәннатқа кіреді. Әбу Бәкір, Умар, Осман, Али, Зубайр ибн Ауам, Талха ибн Убайдулла, Сағид ибн Абу Вақас, Абу Убайда ибн Жаррах, Абдурахман ибн Ауф және Саид ибн Заид радиаллаху анху. Хадис. Көзі тірісінде жәннатпен сүйіншіленген осы 10 кісіден бөлек басқалар да бар. Алайда есімдері бірге аталған сахабалар осылар. Аты аталмаған басқа сахабалар жәннатқа кірмейді деген сөз емес. Өйткені сахабаларға Аллах Тағала разы екендігін білдіретін Құранда көптеген аяттар бар. Демек, Аллах Тағала разы болған құлдарын жәннатқа кіргізері сөзсіз. Алайда жоғарыда атап кеткендей олардың арасынан да дәрежелері әртүрлі сахабалар ұшырасады. Бұл сахабалардың көзі тірісінде жәннатпен сүйіншіленуінің өзіндік бірнеше себебі бар. Кей уақытта жасалған істің басқа кезде жасалған істерден артықшылығы болады. Бұл сахабалар исламның алғашқы қиын қыстау кезеңінде мұсылмандықты қабылдады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде исламды уағыздай бастаған алғашқы кезде өзгелердің теріс айналғанына қарамастан олар Құранның әмірлеріне құлай сеніп мойынсұнды. Қауіп-қатерге толы сол күндері көзсіз ержүректілік танытқандар болмаса, мұсылман болуға кез келгеннің батылы бара бермейтін. Әзірет Әбу Бәкірдің басымызды өлімге тікпейінше сыртқа шығуға да бір жерге кіруге де жүрексінетінбіз деуі арқылы сол күндердің көз көрген қиыншылығын тілге тиек еткен. Олардың ешқайсысы алған бетінен қайтпай әлемдердің рахым нұрының саллаллаху алейхи вассалам жан серіктері болып исламды шынайы көңілмен қабылдап өмірлерінің соңына дейін қасиетті жолдан бас тартпады. Олардың барлығы Аллах Тағала тарапынан әмір түскен кезде бала-шаға, мал-мүліктен айырылып қалу қаупіне қарамастан қиындыққа көз жұмып тәуекелге бел байлап хижрет етті. Олардың арасында шетелдіктермен қатынасып, саудамен айналысарлықтай аса бай Абдурахман ибн Ауфтың бәрін тастап, Мәдинаға көшіп келгенде өмірін қайта бастауына тура келгендігін айта кету керек. Демек, олар бір ғана мақсатты көздеді, тек қана Алланың разылығына бөлену. Жәннатпен сүйіншіленген бұл 10 кісінің ортақ ерекшеліктерінің бірі ел тізгінін ұстай алатын парасаттылықты иеленуі. Әу бастағы 4 халифаның өмірі бұған дәлел. Ардақты пайғамбардың үмбетімнің сенімдісі деген марапатына ие болған Әбу Убайданың бойында әйгілі қолбасшы Халидті орап аларлықтай парасаттылық бар еді. Міне осындай қабілеттеріне, дара қасиеттеріне қарамастан пайғамбарымызға еруі ардақтылықтың үлгісі болатын. Аты аталған тұлғалардың бәрі текті жерден шыққан. Әзірет Әлидің әкесі аса дәулетті болмаса да, Меккеде сөзі өтетін беделді кісілердің бірі еді. Исламның болашағы бұлдыр тартып тұрса да, байлық пен шен-шекпенге көз сатпай бастарын қатерге тіккендігі үлкен жанқиярлықтың белгісі емей немене? Олардың ешбірі дүниеге бас имеді. Керек жерінде Әзірет Осман 500 түйені үстіндегі жүгімен қоса садақаға берсе, Абдурахман ибн Ауф дүниесінің ауырлығынан жәннатқа кірерде кеш қалатынын естіп, қолындағы бар затын көзі қиып тегіс Алланың ақ жолына жұмсай білді. Исламның аяғын тай-тай басқан алғашқы кезеңінде қиындыққа кеудесін тосушылардың бірі болуы олардың дәрежесін басқалардан ерекшелеп жоғары көтерді. Бұлардың ішінен дәрежесі жағынан 4 халифа ең алда келеді. Ендігі жерде солардың өмірлеріне қысқаша тоқталу арқылы сахабалардың дәуірі, олардың сіңірген еңбектері жайлы мәлімет беруге тырысамыз. 4 халифа. Алла сахабаларымды пайғамбарлардан өзге бүкіл адамдардан абзал етті. Әсіресе мына 4 кісіні Әбу Бәкір, Умар, Осман және Алиді хайырлы етті. Хадис. Алланың сүйікті елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Раббысынан алған уақиларымен адамдық қасиеттерден жұрдай болған, араб қоғамындағы адами құндылықтардың толығымен жоғалып кетуін тежеп, адамдардың өмірге деген көзқарасын тұтастай өзгертті. Ол өз қызметін толық орындап, бұл істі жалғастырар артында сахаба жамағатын тастап кетті. Ислам туын биікте желбірету жолындағы шайқаста жанын пида етуден тайынбаған сахабалар Алла мен Расулының разылығын дүниенің көз тартып көңіл байлар алдамшы салтанатынан әрқашанда жоғары қойды. Алғашқы ислам мемлекетінде пайғамбарымыздан кейін билік басына келген 4 халифа әділдікті орнату, халықты жоқшылық пен азғындықтан құтқару, мейірімділік пен жанашырлық, халықты бір-бірінен бөле жармай бәріне тең қарау секілді қасиеттері арқылы қайталанбас біртуар басшылар ретінде адамзат тарихының абыройлы беттерінен ойып тұрып орын алды. 30 жылдық бұл қысқа заман Хулафа ур-Рашидин дәуірі, әділетті турашыл халифалар делінеді. Осы уақыт аралығында мемлекет басқару ісінде исламдық басқарудың ең тамаша үлгісі көрсетілді. 4 халифа да ел билеген кезінде қарапайымдылық пен кішіпейілдікті паш етіп, жұрт сүйіспеншілігіне бөленді.
Айталық, әзірет Әбу Бәкір халифа болмай тұрып, Синх аймағындағы жұрттың қойларын сауып, оларға жәрдемдесетін. Ол халифа болып тағайындалған кезде көрші аймақтағы бір күңнің сірә Әбу Бәкір бұдан кейін біздің қойларымызды саумас дегенін естіген Әбу Бәкір, керісінше өміріммен ант етейін, мен бұдан кейін де қойларымызды сауамын. Мойныма алған бұл жауапкершілік мінез құлқым мен әдеттерімді өзгерте қоймас деп жауап берген. Ол қой саууды Мәдинаның орталығына көшкенге дейін 6 ай бойы жалғастырды. Әзірет Омар радиаллаху анху да саудамен айналысатын. Ол мемлекет басшысы болып тағайындалғаннан кейін халық қамына кірісіп саудамен айналысуға уақыты қалмағанда, сахабалардың ұйғаруымен оған өзіне және отбасына жетерліктей ғана айлық бекітілді. Омар бұған қанағат етіп ризашылық көрсетті. Әзірет Осман радиаллаху анху қызметкерлерге айлық таратқан кезінде жағдайы нашарларға өз байлығынан қосымша қаражат бөлетін. Онсыз да Осман радиаллаху анху жомарттығымен, садақа таратумен және Алла жолында дүние бағыштаумен атаға шыққан кісі еді. Әзірет Алидің де жағдайы осы кейіптен тыс кетпеді. Осы орайда сол шақта салтанат құрған әділдік пен теңдіктен бір шағын мысал келтіре кетпекпіз. Бір күні Әзірет Алиге Жуда ибн Хубайра келіп: «Уа мүминдердің басшысы, кейде біреуі сені жанындай жақсы көретін, екіншісі саған жаны қас екі адам келіп сенің төрелігіңе жүгінеді. Сен екінші адамдыкін дұрыс, бірінші адамдыкін жаңылыс дейсің. Бұл қалай болғаны?» деп сұрағанда оған Әзірет Али: «Бұл өте күрделі мәселе. Бұл іс маған ғана байланысты болса, өзімнің пайдама қарай шешер едім. Бірақ бұл Алланың әмір еткен әділдік жүйесі болғандықтан оны бұзуға менің хақым жоқ» деп жауап берген. Халифалардың қара қылды қақ жарған турашылдығы исламдық тәрбиеден, Аллаға деген сүйіспеншілік пен қорқыныштан туындаған еді. Олар Алла тағаланың алдында өз жауапкершіліктерін терең сезініп, қандай да бір қате басқан қадамдары болса, қияметте оған жауап беретіндіктеріне сенетін. Олардың басқаруындағы халық та ислам тәрбиесінде болғандықтан басшыларына қалтқысыз бағынды. Осылайша ал қаракөк аспаннан сәуле шашқан жұлдыздар шоғырындай болып тарихтың айқара бетіне өрнек салып өшпес із қалдырған бір қауым үмбет пайда болды.